Қайырлы кеш, достар, әріптестер. Сіздермен бірге Қайрат Нұрниязов. Бүгін достар, бүгін 20 сәуір. Сіздерге кеше біздерге жаңалықтар келді. Конвертировать в WordCrew доступны деп. Сіздер барлық жаңалықтардан көрдіңіздер. Енді достар, сіздерге мен қазір таңда замороженный криптоюниттеріңізді WordCrew-ға қалай қою керек, сол жайына сіздерге қысқаша видео түсіретін боламын. Қараңыздар, достар. Так. Достар, қараңыздар, мына кісі де қазір таңда, көрдіңіздер ғой да, общее количество 58 000 бар. Сол 58 000 замороженный 7 000 штук. Көрдіңіздер ғой да, достар, общий баланстан, главный страницадан көресіздер, блокчейнге қалай кіру керек екен білесіздер. Енді UNTV бар, UNTV-ға қойдық, 50 000 штугын. Көрдіңіздер ғой да, поставленный. Ал 7 000 штук замороженный. Сол 7 000 штукты мен қазір WordCrew-ға өткіземін. WordCrew-ға өткізіп, тағы UNTV-ға стейкингке қоямын. Достар, ол үшін конвертировайтты басасыздар. Бұл жерде замороженный кру дейді басасыздар. Курсор бойынша өздеріңіз жылытасыздар, достар. Қараңыз, бұл жердегі сан өзгеріп жатады, былай айтқанда. Көрдіңіздер ғой? Курсормен былай өзгертіп, бұл жерде барлық заттар қарауға болады. Әрине, обновление жасаңыздар. Бұл жерде барлығын көрсетіп тұрады. Қашан қалай болатын. Енді достар, мынаны выбрать все деп бассаңыздар, мына жерге көрдіңіз ғой, 7412 штук келеді. Енді мына жерден графикті көре аласыздар. Мына кісіде тек қана 4 транзакция. Соны мысалға 6265 штугы уже 10% замороженный тұр да. Размороженный, то есть. Енді қараңыздар, достар, осы жерге келдіңіздер. Мына жерді басып қарасаңыздар, мына кісіге 5 USDU керек. Мына 7412 штукты круды WordCrew-ға өткізу үшін обмен 1 к 1 транзакция, плата за транзакция 5 USDU керек. Көрдіңіздер ғой да? Енді қазір қараңыздар. Бұл кісінің кабинетінде тек қана 1 USDU тұр. 1 USDU. Сондықтан мен жердегі 7000-ді өткізе алмай тұрмын. Енді маған 5 штук дедім ғой да, 4 штук енді USDU керек. Тағы бір көрсетіп жіберейін. Конвертировать WordCrew, размороженный, выбрать все, и бұны бассаңыздар, сіздерге 5 USDU көрсетіп тұр. Енді бұл не істейсіздер? Достар, мен кеше алдыңғы видеомда көрсеткенмін. Exchange биржадан USDU-ды қалай толтыру керек, және USDU-ды кабинетке қалай жіберу керек. Менде қазір бір кабинет ашық тұр, сол кабинеттен мен қазір USDU-ды жіберемін. Ол үшін маны копировать етіп аласыздар, достар. Копировать етіп алдыңғы 2 цифрды, артқы 2 цифрды өздеріңіз жаддарыңыз сақтап қойыңыздар. Оны бұлай копировать етуге болмайды, қанша дегенмен бір жерінде бір қателік кетіп қалса, басқа блокчейнге кетеді. Сондықтан мына 4 пішіні басып копировать етесіздер. Көрдіңіз ғой, копированы. Енді менде бір басқа браузерде, мына көрдіңіз ғой да, WordCrew көрдіңіз ғой, мына аккаунтты қараңыздар қазір таңда. Орысшаға қойайын. Так, менде мына Opera-да басқа браузер, Google Chrome-да басқа браузер, уақыттарыңызды алмайын. 39 000 бар общий. Соны міне көрдіңіз ғой да, 39 000-ның общий 237 000 уже мен WordCrew-ға қойып қойдым. UNTV-сы бар, USDU бар. Сондықтан мына 39 000 стейкингте тұр. Және бұл жерде бұл 233 000-ді де жерге мен стейкингке қойып қойдым. Міне көрдіңіз ғой да? RadiCrew 237 860 штук WordCrew-ға стейкингке UNTV-ға тұр. Так, бұл жерде мана 26 минут бұрын біз обновление жасадым. Міне обновление жасап көрейін. Тағы да.
Так, мына жерге көбею керек. Көрдіңіз ғой да? Так, сөйтіп юнтываларыңызды көбейте бересіздер. Енді мына 30-дан мен 4 штук алуым керек USDU. Ол үшін мына отправить басасыздар, достар. Отправить басып, мына жерге келесіздер. Міне CRUD-ды жібересіз ба, Word CRUD-ды ма, UNTV-ны ма, USDU-ды ма. USDU-ды басасыздар. Мына жерге 4 штук деп жазасыздар. 5 штук деп жазайын мен. Чөп бір несімен. Көрдіңіз, мына жерде 30 штук доступны баланс, 30 USDU баланста доступны деп тұр. Енді мына жерге келесіздерде, манағыны міне, көрдіңіз ғой достар, мынаны қайтан копировать етіп аласыздар міне. Выполнено. Так, алдыңғы артқы цифрларын біз сақтап алдық. Көрдіңіз ғой да, достар? И отправить. Міне сіздерден 5 штук USDU-ды жібересіңдер, мына кабинет келіп тұр. Кабинетті есте сақтап, мұқият қараңыздар. Себебі бұл как блокчейн, бұл бір кетсе, бір қателесіп басқа біреу кетіп қалса, сіздер бұны внимательно. Так, транзакция успешно завершена дейді. Так, көрейік қазір. Көрдің, 25 қалды. Енді мен басқа браузерге барам. Операдағы браузер, мен Google Chrome'дағы браузерге барам да, обновление жасаймын. Мен мынада әлі бір штук тұр, обновление жасап жүрейін. Көрдіңіз, 6 штук келді. Енді конвертировать WordCRU. На замороженный поставить все, выбрать все. Достар, көрдіңіз ғой да, мына жерден барлығын көре аласыңдар. Каждый транзакцияға ол жерде жаңағы алдында график бойынша $1, $3, $5 дейін алады. Енді конвертировать. Мына жерде сізде сұрап тұр. 7412-ні сіз замороженный криптоюниттеріңізді WordCRU-ға ауыстырасыздар. Міне выполнено деп шықты. Көрдіңіз, достар, қараңыздар, мына жерде $1, $1, $3, вообще $5 деп тұр. Енді қараңыздар, мынаны бассаңыздар, сізде міне көрдіңіз, 97 штук, 350 штук, 700 штук, 6000 штукты сіз за конвертация сіздер $1 төлейсіздер. Каждый. Себебі бір подарочный келген, сатып алған бірінші етапта, үшінші этапта сатып алған әр пакетіңізге за конвертация $1, $3, $5 сіздер төлейсіздер. USDU төлейсіздер. Достар, айта кетейін, сіздерде егер конвертация көп болса, SPU и NET дейтін сатып аласыздар. Антоненконың видеоролигінде толыққанды көрсеткен. Көрдіңіз ғой да, барлық міне успешный конвертация CRU, WordCRU успешный деп тұр. Енді главный страница келесіздер. Так, мына жерде қазір қараңыздар, WordCRU жоқ. Мына жерде замороженный тұр 7412. Тағы обновление жасаймыз. Көрдіңіз ғой да, WordCRU келді 412 штук уже. Мына жерде поставлен 50 000 штук, бұл размороженный, а замороженныйді мен уже WordCRU-ға өткіздім. Енді достар, мына жерде $1 қалды. Мен мына WordCRU-ды стейкингке қоям. Ол үшін стейкингке барасыздар. Так, міне WordCRU за UNTV дегенді басасыздар. Мына жерге пложокты до конца ысырасыздар. Сол кезде мына барлық 7412 стейкингке қоям. Транзакция успешно завершена. Міне көрдіңіз ғой достар, мына жерде поставлен деп шықты. Алдында замороженный швед WordCRU-мыз, енді поставлене. Енді так, мына жерден тағы бір обновление жасап көрсетейін. Так, мына жерде 53.83 қазір көрейік.
55 болды. Достар, міне сіздердің замороженный криптоиндектеріңізді Word құруға өткізіп, Word құруларыңызды стейкингке UNTB-ға қойып қойыңыздар. Достар, әріптестер, бүгінгі қысқа видео биржа, бізде білесіздер, биржада қазір баға өте жақсы баға беріп тұр, кімде-кім сатып алатын адамдарға. Міне 0.6. Ал бұл кісілердің конвертировать Word құру на Word құру. Достар, әріптестер, менің бүгінгі қысқа видеом осы. Сіздермен болған Қайрат Нұрнияз. Ұнап жатса лайк басыңыздар, менің каналыма тіркеліңіздер. Барлық зейін қойып тыңдағандар үшін көп рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.